Спорт. Бүгін бізде IT әңгіменің 7-ші шығарылымының қонақтары Анель және де Дарын. Анель, Дарын, қош келдіңдер. Өздерің жайлы айтып өтсеңдер, таныстырып өтсеңдер. Мен бастаймын. Бәріне сәлем, менің есімім Анель. Енді образование жағынан сразу айтайын. Мен бакалаврды МУИТта бітірдім, Қазақша Хату университеті. Ол жерде информационный система факультетінде оқыдым. Одан кейін қазір КБТУ университетінде магистратура оқудамын. И біз үшеуміз как раз таки одногруппникіміз. Группаластармыз, иә. И сол қазір скоро енді Құдай қаласа магистратураны бітіреміз. И және де жұмыс жағынан айтатын болсақ, мен қазіргі таңда Жусанбанкте жұмыс істеймін, оның ішінде J-Mart'та. J-Mart дегеніміз көбісі енді білмейтін шығар. Каспий магазин болатын болса, бізде Жусанда ол Жусан магазин, яғни J-Mart. Сол жерде қазір бэкэнд PHP developer болып жұмыс істеймін. Өте жақсы, Дарын. Менің есімім Дарын. Анель уже айтып кетті біздің оқу орнымыз туралы. Қазір мен жұмыс істейтін орным ол Береке банкі. Береке банкте мен автоматтандырылған банк жүйесінің разработчик болып жұмыс жасаймын. Өте жақсы. Енді Дарын айтып отырғандай, өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар, не себепті мен бүгін жасыл түсті киіп келдім, себебі бұл Береке банкке деген құрмет. Иә, жарайды. Кеше менен қыздар жігіттер сұрайды, негізі тақырыптарды жібересің ба, сұрақтар, қандай сұрақтар болады деген сияқты. Енді бізде подкаст болғандықтан, интервью болмағандықтан, жалпы бір үлкен тақырып болады, соның айналасында кәдімгі өзіміз отырып әңгіме айтамыз ғой, тура сол сияқты тек камерамен. Сондай әңгіме болады да. Енді бүгін тақырыбымыз жалпы IT-дағы стереотиптер туралы. Негізі өте қызық тақырып болады деп ойлаймын, себебі көп байқадымда видеолардың да астына жазады да, достарым, мен таныстарым, дым түсінбесем де көріп шықтым деген сияқты. Шынымен де сондай болады енді. Сол үшін бүгін қарапайым тілмен жалпыға ортақ түсініксіз болып жүрген темаларды ашатын боламыз деп ойлаймын. Енді осы орайда мынандай бір сұрақ. Негізі өздерің қандай стереотиптарды білесіңдер? Бірінші ойыңа түскен стереотип қандай? Мен айта кететін болсам, ол бәрі білетін шығар. Программист десе бәрі ойлайды, микроволновка, холодильник, телевизор бәрін жөндей алады. Телефон. Біз инженер емеспіз, біз программистпіз, біз софт жасаймыз, программа жасаймыз. Біз никак инженер емеспіз, сол шығар. Немесе банкте істейсің десе, кредит алып бер, или анау мынау деген сияқты сұрақтар, менеджерға қойылады. Ал енді жаңа айтып кеттім, енді программист телевизор жөндемейді екен, телефон жөндемейді екен. Онда не істейді? Программист соның ішіндегі программаларды софт деп айта берейін, софтты жазады. Кәдімгі код жазып, солай құрастырады. Енді бұны да адамдар кішкене қиындау шығар түсінуге. Жалпы былай айтайыншы, мысалы ата-анаң енді сұрайды ғой, балам не істейсің, не жұмыс жасайсың өзі, немен айналысасың. Сол кезде қалай түсіндіретін едің жұмысыңды, немен айналысатыныңды, тура солай түсіндіріңдерші. Мен айтайын, мен қалай істеймін? Мен енді өзім PHP разработчикпін ғой, бэкэнд разработчикпін. Мен мамама қалай түсіндіремін? Мамамның өте жиі қолданатын приложениясы ол Каспийда. Енді Каспийда барлық қазақтар енді қолданатын шығар. И сол Каспийда ашамын да, көрсетемін. Мама деп айтамын да, сенің көріп тұрғаның интерфейс, оның барлығын, оны фронтенд разработчиктер жасайды деймін. Ал мысалы деймін да, сен перевод жасайсың ғой деймін да, өзіңнен басқа адамға. Сол кезде, сол мысалы перевод жасаған кезде, оның артында бір калькулятор бар деп есепте деймін да, интерфейстің артында. И сол кезде, мысалы ол есептейді ғой, сенен осынша ақша минусовать етеді деген сияқты, немесе қосады саған біреу перевод жасаған кезде. Оның барлығы сонда ар жағында, приложениенің ар жағында болып жатқан логика ғой. Сонда біз бэкэнд разработчиктер сон приложениялардың логикасын жасаймыз деп мамама солай түсіндіремін. Ал мен түсіндіретін болсам, мен енді автоматтандырылған курс жүйенің разработчигімін ғой. Мен айтам, егер сен банкке барсаң, сені менеджер обслуживать етеді.
ол компьютердің алдында отырады да бір программаға кіріп сол жерде бір операция жасайды. Сол операция жасаған кезде соның арт жағының барлық логикасын мен жасаймын. Мысалы банкке барып депозит ашқым келсе немесе кредит алғым келсе соның бүкіл логикасы арт жағында под капота мен жасап отырамын. Немесе перевод жасайтын болса қай жерден ақшаны алып қай жерге салу керектігін тоже мен жасаймын бэкэнд разработчик. Мен солай түсіндіре саламын. Самый простой. Негізі менде де тура андай айтқандай Каспиді ашып түсіндіремін. Любой адамға бар. Мынау перевод. Бұның барлығы енді жалпы бұрында қағаз басты или егофты түсіндіремін. Мысалы қағазбен сонда барып очередь алып бір нәрсе жасайтын болсаңыз қазір барлығын деген приложениядан басқадан егофтан ала бересіз ғой мысалы деп. Осының барлығын жасап отырғандар яғни осы қағаз басты жүйені жалпы автоматтандырып цифровизацияға алып келіп отырғандар ол программистер, разработчиктар деп осылай түсіндіремін. Жақсы, негізі қызық болды, стереотип. Енді мынандай да көп адамдар жазып, алдына мен бір сторис салғам, OneLab несіне байланысты, стажировкасының отборына байланысты. Сол кезде өзіме дайректқа жазады да таныстарым, мен жазған ғой, IT-да жұмыс жасап жүргендер, немесе IT-ді самоучка болып оқып жүргендер деп. Сонда айтады, қалай сонда IT-ді самоучка болып оқып, жұмысқа тұрып кетуге болады ма, егер технический образование сенде болмаса да деген сияқты. Яғни көп адамдар солай ойлайды екен. IT-ға бару үшін міндетті түрде университетте сенің мамандығың IT болу керек деген сияқты. Жалпы осыған келісесіңдер ма, ойларың қандай дегенім ғой? Ол міндетті ма? Менің ойымша ол IT үлкен сала болғандықтан бағытқа байланысты. Если разработка саласына баратын болсақ, менің ойымша высшее образование керек емес. Потому что менің өзім примерім бар. Менің командамда Java разработчик бар. Ол IT оқу орнын бітірмеген. Тек өзі қызығып, өзі самоучка болып, зерттеп оқып, солай жұмысқа тұрған. Сондықтан олай керек емес. Ол кедергі емес. Кедергі емес. Істегісі келетін адам любой жерден курс бәрін тауып, өзі ізденіп жұмысқа тұрып кете алады. Негізі, бізде де жұмыста ондай примерлар бар. Негізі бар дегенде ондайлар аз емес қой, негізі. Көбінесе басқа мамандықтан IT-ға ауысып. Менде де мысалы командамда бар адамдар, мысалы бэкграунды IT емес, олар мысалы біреулер финансы бітірген, біреулері экономиканы бітірген, бірақ қазір олар осы IT саласында жұмыс істеп жүр. Ондай примерлар көп. Яғни ең басты адамның ниетіне, оның қаншалықты табанды болып, сол мақсат қоюына байланысты ғой енді. Жаңа самоучка болған кезде да, мысалы YouTube'да немесе басқа жақтардан өзің оқысаң болады, не болмаса курстар көп қой. Қазір не көп, даже IT-дің өзін инфобизнесқа айналдырып жүрген сияқты да. Өйткені көп байқап жүрмін да, қазір реклама, таргеттар шығып қалады ғой. Бір айдың ішінде сені құрылысшыдан IT-шникке айналдырамын деген сияқты. И ол кәдімгідей тіпті сол айтып отырған адам үшін өзім ұялып кетемін да. На самом деле оңай емес қой деген сияқты. Қанша оқып жүрмін деп. Конечно, әлі де оқып жүрмін жұмыс істесем де деп. Бір айдың ішінде қалай. Сонда курс оқыған жалпы керек па, әлде өзі оқып алғаны дұрыс па, осыған ойларың қалай? Бастапқы этапта менің ойымша әрине адам өзі ізденіп, өзі тегін информацияны интернеттен қарап, YouTube-тың өзінде қазір көптеген разработчиктар өздерінің тәжірибесімен бөліседі, даже роудмапты беріп қояды, сол бойынша жылжып отырса да болады адам. Бірінші сол тегін нәрселерден бастау керек деп ойлаймын, жан-жақты қарап, ал одан кейінгі платный курстарға келетін болсақ, уже качественный жақсы бір курстарды таныстарынан сұрап болсын, бір IT саласында жұмыс істейтін солар арқылы біріп таңдаған дұрыс деп ойлаймын, чтобы жаңағындай бір не очень бір курстарға жолып қалмас үшін инфо-цыгандардың. Сол, негізі, бірақ менде мынандай да, мысалы, енді IT-дан мүлде хабар жоқ адам, аштың да. Қазір не көп, заман енді жалпы ақпараттың заманы ғой қазір. Не көп ақпарат көп, жан-жақта информация өте көп, қай саланы алып қарамасаңыз да. Сонда бұның да бір ыңғайсыз тұстары бар, яғни соншалықты информация көп, қайсынан бастау керек, қалай жүру керек, оны білмейсің да. Как будто қонақтан кейін үй шашылып жатқанда қай жерден бастап жөнетінін білмейсің да, тура сол сияқты. Сонда өзіне қиын болып қалмай ма деген, мысалы неден бастап оқу керек деген сияқты заттар
сол үшін менің ойымша негізі бастапқыда ондай бір бәленбай мың тұратын курстар алып емес, жаңағы Coursera бар, Udemy бар, онлайнда бір арзан курстар бар ғой. Оны алғаның анандайда саған родмап ретінде неден бастап оқу керек, қай тақырыптар актуальны, қалай оқу керек деген сияқты да. Ал ары қарай өзің әрбір тақырыпты ішінде жеке тоқталып, ана жақтан мына жақтан қарап дальше оқи бересің да. Негізі кез келген курста сондай сияқты. Ол курстың бағасының қымбаттығы немесе басқаға байланысты емес, ол адамның өзіне байланысты да. Қаншалықты сен уақыт көп бөле аласың. Ал курстар тек қана родмап беруші. Сол үшін мне кажется тоже өте қымбат курстарды алып керек емес сияқты. Бірақ енді кейін барлығын оқығаннан кейін енді ары қарай жұмысқа тұрам деп жатсаң, енді резюме бар, жаңағы техникалық интервью бар, жалпы процестің барлығын білу үшін, опыт алу үшін, проект жасау үшін бір IT-да істейтін таныстарыңа, я болмаса біреудің наставничествосымен солай ары қарай алып кетсең, мне кажется, солай иә, енді осы жерде мынандай жаңа стереотиптер туралы айтып отырмыз ғой. IT-да жалпы жас мәселесі. Жас мәселесі деп анандай қыздар мен ұлдардың арасында сияқты болып кетті. Яғни IT-да жасы 30-дан асқан адамдарға орын бар ма? 30-дан асқан 40 жастағы енді болады ғой, өзінің мамандығынан жалпы IT-ға ауысқысы келіп жүрген адамдарға кеш емес па? Қалай ойлайсыңдар? Менің ойымша кез келген жаста жаңа нәрсеге қарата жаңа нәрсе оқып, жаңа бағыт ұмтылып, жаңа бағытқа көшу ешқашан кеш емес деп ойлаймын. Бастысы адам өзінің ынтасы болу керек, алдыға қарай ұмтылуға табандылық керек деп ойлаймын. Бірақ менің жұмысымда ондай үлкен жаста IT саласына ауысқан ондай примерлардың пока что жоқ екен. Иә. Менде бар. Мен өзім екінші жұмысыма тұрмас бұрын курс оқыған болатынмын. И сосын как раз сол курста бізде екі адам болды. Біреуі 40-тан асқан кісі болды, біреуі уже 30-ға тақап қалған жігіт болды. Екеуі де жаңағы сол жасында IT саласына ауысты. И оларда прям негізі, мысалы, бэкграунды IT болмаса да, өте жақсы результаттар қазіргі таңда көрсетіп жатыр. Яғни жаста тұрған ештеңке жоқ, ол кедергі емес. Өте кедергі емес. Қай жаста болсаң да ауысуға болады деген сияқты. Негізі бізде де департаментте ондай примерлар аз емес, баршылық. Жалпы тағы да бір мысалы есіме түсіп отыр. IT-да, яғни математика қаншалықты керек білген. Яғни мысалы сен мектепте супер-пупер математиканы күшті білсең, университетте соны оқысаң, яғни тереңдетіп калкулус, вышмат деген сияқты, сол пайдалы ма саған, әлде онсыз да айтишник болуға болады ма? Менің ойымша математиканы білу, қатты білген, ол бәрібір программистке көмектеседі. Өздеріңіз білесіздер, разработка саласында бізге логика өте қатты керек нәрсе. Ал логиканы біз арттыру үшін біз миды жаттықтыруымыз керек. Жаттықтыру үшін біз есеп шығаруымыз керек. Сондықтан да көп есеп шығарып математиканы мықты болса, ол бәрібір көмектеседі деп ойлаймын, жаңағы жақсы программист болуға. Тағы мен бір пример айтқым келгені, бұрын біз Хату университетінде оқыған кезде бір лекте сол айтқан болатын. Казгудың мехмат факультетінде оқыған бала өзіне тоже алған ғой, енді оқытуға ма, жұмыс орнына. Ол негізі программирование білмейді, бірақ енді есепті шығады. Сонымен оған үйретіп істеп біткеннен кейін анау енді математикалық бэкграунд күшті болғандықтан мықты программист болғанда үйреткен кісінің жұмыстан шығарып жіберіп ана кісіні қалдырған. Сондай бір немесін айтып бізге айтқан болатын, мехматтың балаларына программированиені үйретпеңдер деп, орындарың тартып алады деп айтқан болатын. Программист бола алмай қаласың. Орындарың тартып алады деп. Өте қызық не екен, бірақ мынандай да, мысалы сол университетте немесе мектепте өткен тригонометрияны қалай қолданасың? Жұмыста ма? Жұмыста. Қолданасыңдар ма жалпы? Жоқ. Әрине жоқ. Яғни бір жағынан қарасаң керек емес сияқты, как будто бы. Яғни жалпы IT-да математиканың
барлық тақырыптары керек емес. Яғни айтайын дегенім, барлық тақырыптарын қолданбайсың. Кейбір ғана тақырыптарын қолдануға болады деген сияқты. Ол кейбір тақырыптардың өзі бір базовый заттар ғой. Негізі тригонометрия мысалы қолданбайсың, интеграл, производный қолданбайсың ғой қазір неде, например. Бірақ енді жаңа дарын айтып өткендей, ол жағымен келісем, есеп шығару ол сенің логиканы дамытады, ал код жазған кезде саған необходимый навык, ол сол нәрсе, Я могу сказать. Менде мысалы осы IT саласына түскен бірден бір себеп, сол как раз таки математика болатын. Себебі мен 10 класста уже енді ойланып бастайсың ғой, 11-де мен енді тапсырамын, жаңағы қандай таңдау пәндеріне қандай пәндер таңдаймын деген сияқты. Сол кезде уже мамандық таңдау керек болады да. И мен сол кезде көп ойландым. Мен өзім негізі мектепте жақсы оқығанмын, алтын белгіге бітіргенмін. И как раз таки мен математиканы жаман қатты өте қатты жақсы көретінмін. Есеп шығарғанды өте қатты жақсы көретінмін. Сосын жаңағы логический есептер, андай ентіде математикалық сауаттылық болады ғой. Соны мен прямо со всей душой шығаратынмын. Реально логический есептерді қатты жақсы көретінмін. Сол үшін мен ойладым, как раз таки сол логическое мышление, как раз мысалы IT-да айтамыз ғой, аналитическое мышление керек деп ше. Негізі көрсеңіздер, жаңағы вакансияларда көбінесе сөйтіп жазып қояды, аналитическое мышление деп сөйтіп жазып қояды требованияларда. Негізі аналитическое мышление дегеніміз сол логика ғой, логика жағы мықты болу керек. Ал математиканы жақсы білген адамның логикасы негізі жақсы болады. Ол содан келеді да, связь содан басталады. Вот, и как раз сосын мен ойладым да, осы логика бір керек болатын, бірінші требованием сол болды. Логика, математика жағы керек болатын, қандай мамандық бар, сол екінші критерием ол востребованный болатын мамандық. И үшіншісі, и как все люди хотят, как все люди любят, это чтобы зарплатасы жоғары, сондай мамандық болса деп сөйтіп осындай критериялар қойған болатын. Сөйтіп ойлана келе IT саласын таңдадым, өйткені IT саласы как раз 3 критерийға да келеді да. Одан кейін көп үлкендерден де сұрадым. Олар барлығы айтты, IT саласы жақсы деп, себебі бұл сала шетелде де өте андай ценится етіледі да. Сол үшін мен осы саланы таңдаған болатын. Сол математикадан басталды барлығы. Осы таңда мен де айтқым отыр. Мен де андай сияқты мектеп кезінде задрот болған. Есеп шығарған. Нет, задрот болмаған. Я просто любила учиться. Есеп шығарған мен де жақсы көретін негізінде. Және физиканы жақсы көретін. Бірақ мен бұрын ойлайтын да, мен негізі экономист боламын деп, банкир боламын немесе аудитор боламын деп ойлайтын. Бірақ уже 11 жасқа жақындаған кезде білесіздер ғой, да экономика саласына бізде гранттар өте аз болды да. Ал маған грант қатысу керек болды. Сосын мен іздей бастадым басқа варианттарды. Математикаға қатысы бар, сондай логика келетін. Қалай басқаша банкир болып кетуге болады? Қалай басқаша банкир болуға болады деген сияқты. Және Анель айтқан сияқты тоже зарплатасы жақсы болу керек. Бастапқы старты жақсы болу керек деген сияқты. Ойлана келе, мен негізі случайно прям Инстаграмнан көріп қалдым. Қазіргі Хату университетінің реклама жарнамасын көріп қалдым да. И сол IT саласы туралы өзім іздене бастадым. Средний зарплатаны қарадым, бәрін қарадым. И осы маған келіп тұрған сияқты болды да. И гранттар да көп бөлінді ғой IT саласына. Содан мен сол IT саласын таңдайын деп өзіме шешкен болатын. Жақсы негізі. Әбден алтын белгілер жинап қалдыңыз. Өзіңізді, конечно, өзіңізді мақтамасақ кім мақтайды? Менде еще қызы болып деп. Бір қасиеті. Сіздерді айтпаған қажет етесің. Осындай мақтаншақпын десең. Так, енді мынандай да, тағы бір мақтануға повод десең. Ағылшын тілі. Жалпы мен қазір енді өзіме реклама дейсің. Анандай не алып жүрмін ғой, наставничествоға, менторствоға адамдар алып жүрмін ғой IT-ға. Сонда бір жаңа оқушым айтады да маған, оқып бастап жатырмыз ғой, енді маған ағылшынды үйреніп алсам дұрыс еді деді да. Сосын мен айттым, не үшін? Сосын айтады, енді IT-ға ағылшын керек қой. Сосын мен шынымен кәдімгідей сұрақ болып қалды маған. IT-ға шынымен де сондай бір ағылшынды керемет деңгейде білген міндетті ма деген сияқты. Жалпы ағылшынды қалай қолданасыңдар IT-да? Керек па негізі? Меніңше
прям күшті білудің қажеті жоқ ағылшын тілін. Базовый уровеньда болса болды. Көп енді ағылшын тілі керек деп бізге көптеген функциялардың, методтардың аттары ағылшынша беріледі ғой. Может, сол кезде тез түсінуге көмектесетін шығар ағылшын тілі. Ал бірақ негізінде менің ойымша ағылшын тілі онша керек емес сияқты. Если Google жаңа мета компанияларына шетелдік компанияларға, ол кезде уже кәдімгідей дайындалып, IELTS бәрін тапсырып тұрып үйрену керек сияқты. Технически ағылшынды. Ал бірақ енді Қазақстан ішінде жүрсе, менің ойымша уже керек емес сияқты ағылшын. Яғни ағылшын тілінің ондай бір аса қажеті жоқ, иә? Енді сонда базовый уровеньде білу керек қой. Бірақ менде ағылшын тілі керек болды. Себебі мысалы егер IT университеттерге, мысалы КБТУ-ға, егер де МУИТ-қа түсетін болса, ол жерде ағылшынша оқытады ғой. И мысалы сен ол сабақты түсіну үшін сен ағылшыншаны соответственно білуің керексің. Өйткені мұғалімдер тек қана ағылшынша сөйлейді. Ал сен ағылшын тілін түсінбесең, онда вообще мұғалім не өтіп отқанын түсінбейсің да. Сол үшін ағылшын тілі бұндай кезде керек болады. Мен негізі өзімнің историямды айтайын. Мен негізі вообще IT саласын таңдадым, бірақ мен техникамен, компьютермен вообще новый болатын адам болған ғой. Отношением новый болатын вообще. И үйде компьютер болатын, ол компьютерде бізде тек қана інілерім жаңа ойын ойнайды, и оның предназначениесі сонымен, короче, бітеді. Я мен вообще жаңа компьютерге жақын болмайтын. И оның үстіне именно енді МУИТта или вообще IT университеттерінде жаңа информатиканы, енді IT саласына түскендіктен информатиканы ағылшында білуің керексің ғой. Ал менде екі сабақты да онша менде де оқытпайтын. Информатикада біз басқа вообще сабақтарды қарап отыратынбыз. Или максимум сол жаңағы Word ашып қойып, тура сондай болатын. Word ашып қойып, там бір нәрсе текст жазып бересің, либо PowerPoint-та презентация жазып бересің, и сонымен ғана в общем шектелетін. Ал ағылшыннан білмеймін не екенін, ағылшында да біз андай ағылшын сабағы өтетін, бірақ по-любому менің уровенім ағылшыннан төмен болды. Қанша жерден сабақ өтсе де жақсы үйретпеді, шыны керек. Сосын как раз таки енді МУИТ-қа түсемін. МУИТ-қа түсем да, бізде сразу бірінші семестрда негізі вебка сабағы, сосын алгоритмі сабағы басталып кетеді. Бірінші бізде алгоритмі сабағы болады. C++ үйрендік ол сабақтан. И мен кіремін ол сабаққа. Сөйтіп бізде как раз сол кезде Галина Николаевна деген кісі сабақ беретін. И отырамын. Сосын одан кейін ол кісі алады да, сабақ басталды. Сөйтіп ол интерактивная доскадан жаңағы презентациясын ашып, сол түсіндіріп бастайды. Мен вообще я не дружу с компьютером, вообще информатика 0-мын, плюс вообще ағылшын уровенім төмен. И одан кейін ана слайдтарды көрсетеді ғой. Айтады да, вот ең бірінші енді базовый нәрселерден бастайды, там variables деген сияқты. Содан бастап, короче, түсіндіріп жатыр да, и жаңағы тақтан алады да, сосын көрсетіп жатыр, түсіндіріп жатыр, сосын барып бірге тұрады да. I think it's easy for you дейді да, сөйтіп. Ана барып, перематывать етіп жатыр. Ана жаңа группада отырған балалар да, yes, that's easy деп қояды. И сосын перематывать етіп жатыр, сосын бірге деп вообще ең соңында вообще іріге келдік қой, уже даже массивқа келдік. А мен айтам да, мен ойлап отырмын да, мә деп, мен даже бірінші слайдты түсінбей көрген жоқ болмадым да. Менде барлық андай чувство болды, как будто бір маған андай Қытай тілін арабша түсіндіріп жатқан сияқты. Мен реально сондай чувство болды. И мен, короче, ойлаймын да, мә группадағылар да айтады, easy деп қойды, сосын мен ойлаймын, мен группадағы ең тупой екенмін ғой деп. Самооценка құлап кеткен. И, короче, үйге барам да, мен жылаймын, мамаға жылаймын. И сөйтіп бір ай бойы, короче, жылаумен өтеді ғой менің күнім университеттегі. И как раз таки еще мен группамдағылар, бізде МУИТ анандай 2 айлық курс болатын андай, неге универге түсердің алдында информатикадан, сосын ағылшыннан оқытатын. И мен сол старшылардан, сол жағы жақсы, старшылардан сұраған ғой, өтіп керек па деп. Олар маған айтты, жоқ, өтпей қой деп ше, сол универде жүріп үйреніп аласың дейді. Маған да солай айтқан болатын. Солай болатын. Сосын мен тұрдым, ладно деп. Сөйтіп келем, келсе группамдағылардың барлығы сол курстарды өткен екен да. И сол үшін ана біліп отыр уже. Оның барын өтіп тастаған ғой олар, біліп отыр оның бәрін. Сосын мен айтам да, мә деп, ужас, я, оказывается, самая тупая в группе деп. Мен сөйтіп ойлаймын. Менде де сондай болған. Менде бэкграундда информатикадан тоже олай өтпейтін мектепте. Ағылшын тілінен де онша жақсы болмайтын. Менде примерно про интермедиат уровень болған негізінде.
чуть-чуть болсын ағылшын. Бірақ ең бірінші универге барған кезде бізде математика калкулус бір сабағы болған болатын. Кіріп отырамын аудиторияға, математиканы ағылшынша түсіндіріп бастайды. Ана жақта шок болып отырмыз. Мен сияқты балалар да бар ғой арамызда, иә. Не болып кетті түсінбейміз, ана жақта ағылшынша айтып жатыр. Түсінбейміз. Алгоритмнан да сондай болған да. Білген жерін Иә, істеп жатыр. түсінбейміз. Мен де түсінбеймін еще. Кейбір балалар түсінбейді да. И қасымызда Назарбаевскийдан келген балалар болды. Физматтан кейін олар түсінеді да. Біз түсінбейміз жай мектептерден келгендер. И C++-тан кодтың соңына всегда return 0 жазу керек қой, ең басында ғой. Мен кодым компиляция болмайды үшін не болып жатыр түсінбеймін. Бәрін дұрыс жазған сияқты, return 0 тұрған сияқты. Тура сабақ бітер кезде қарасам, return 0-ның орнына return O деп жазып қойған ғой. Қараймын да өзім түсінемін, күлеміз ғой ана. Екінші курста мен уже үйреніп алдым ғой, бүкіл нәрсені жақсы білемін. Бір одногруппница маған айтады, Дарын, сен помнишь, бұрын return 0-ды білмей отқан кезің дейді. Есіме салмай ақ қой жоқ. Ол кезінде return O деп жазып қойған кезінде сондай қызық оқиғалар болған ең басында. Иә. Давайте я еще дальше расскажу. Давай, конечно. И, в общем, енді одан кейін енді үйге келемін ғой, вообще группамдағы енді вообще не екенім деп, уровень өте төмен екен деп. Сосын одан кейін андай да, мектепте жақсы оқып жүргендіктен андай намысым оянып кетеді да. Неужели деп ше? Неужели как я могу быть самым это деп ше? Группамда қалай мен андай нашар деп ше, нашар оқитын ондай адам бола аламын деп бір блин, почему-то намысым оянып кетті да. Синдром отличницы да бар ол жерде. Синдром отличницы негізі. И сөйтіп үйге келемін да, сразу сабақтан кейін андай не істеймін, вебка болды и C++ болды. Вебканы изучать ету үшін W3Schools деген сондай сайт бар. Негізі көп айтишниктер содан бастайды. Да, барлығы содан бастайды. Вот содан қарайтын, не C++-ды YouTube'дан Гоша Дудар деген бар, па? Этот ютубер. Вот содан не істейтін, соның нелерін, туториалдарын қарайтын. Жеңіл тілмен. Да, күшті түсіндіреді. Өте жеңіл түсіндіреді. И, короче, соны қарайтын. И сосын бізде вебка сабағы болған кезде ол жерде не істейсің ғой, HTML-да жаңағы жазасың, одан кейін біз андай бір басында просто текст шығарып бастайсың, одан кейін жаңағы картинкаларын шығарасың деген сияқты. И мен, короче, мәмеде шықпайды ғой, текстің өзі просто ше. Текстің өзі обычно шықпайды, сосын мен андай мұғалімге реально. И мен мұғалімге қайта бара беремін ғой. Анау байғұс бар ғой, мені көрсе өмірден түңіліп кетеді. Мен қайттан келдім ма деп. И, короче, сөйтіп жүремін. Но я не сдавалась, и сөйтіп үйге келіп сол оқимын. И то, что самое интересное, сөйтіп бізде уже бір ай өтеді, енді 7-ші аптада рубежка болады ғой. Сөйтіп рубежка болады. И одан кейін сол вебка сабағы болады как раз. И аға айтады, давайте начинать дейді. Кто там первым подойдет дейді, тапсыруға ше, соның рубежканың. И сөйтіп бір кезде там группамдағылар біледі да, то, что менің қатты дайындалғанымды, сосын бүкіл ана елі деп қарайды. Такая, блин, что за подстава деп сөйтіп. Короче, ладно енді деймін да, сөйтіп ол мені шақырады, сосын мен барам, отырам, сосын тұрады да. Мен ойлаймын ана жерде, все-таки енді менің өмірімдегі бірінші рубежкам ғой, универге бірінші түсіп тұрмын. Я такая думаю, деп мен білмейтін сұрақтар қойса ше, не істеймін деп. Деп ше, бірінші не үшін шығып алдым деп, короче, уже ішінде ана ше, қобалжулар, уайымдар басталады. И сөйтіп ол кісі сосын сұрақтар қойып бастайды. Ол сұрақтар андай біз оказывается өткен сабақтардан сұрақтар қояды да, мен оның барлығын жақсылап тұрып оқыған қараған болатын. И сөйтіп бір 5-6 сұрақ қояды, и барлығына жауап беремін, сосын айтады да, все, можете идти дейді да. Все такая. Шок болып шығасың. Да, все, что ли деп, реально деп сөйтемін да. Мен бір кезде ойланып тұрмын да, это я либо бүйтіп ойлаймын да, подозрениемен қарап, я либо слишком хорошо сдала, либо слишком плохо сдала деп, одно из двух деп сөйтіп ойлаймын да. Сөйтіп, ладно деймін да, барып жаңағы заттарымды жинаймын. Содан кейін тұрмын да, бағам сұрасам ба екен, сұрамасам ба екен, сұрауға бола ма вообще өзі деп. Сөйтіп тұрмын да, ладно деймін да, короче, барып ағайдан сұраймын, а можно узнать оценку деймін да. Сосын ол тұрады да, у вас автомат 100 дейді. Я такая, мә деп солмается, да, прям так, прям өте қатты қуанып. Оқуға мотивациям кетті. Шығып, ана автобусқа не ма, автобус бойына эйфория сондай бар ғой, сондай сезімде барамын ғой үйге. И сосын келесі күні енді барлығымен бірінші кетіп қалдым ғой, барлығына сұрасам, оказывается, бізде группада вообще 2 адам ғана автомат алған екен. Мен алғанмын, сосын тағы да бір бала болатын, өте программирование жағынан жақсы білетін. Екеуміз ғана автомат алған екенбіз рубежканың. И
сол кезде прям и сол кезде прям Чувство енді реально гордости. да реально чувство гордости оянып и негізі енді бұның бәрін айтқым келгені айтпағым ол главное егер де желание болатын болса и главное сіз жаңағы сол желаниеңізға целіңізға еңбек ететін болсаңыз то любой нәрсені сіз любой целіңізға жете аласыз поэтому сол мысалы IT саласына түскісі келіп бірақ қорқып жүрген адамдар бар ғой соларға айтарым егер главное желаниеңіз болса онда қорықпаңыз сізде у вас обязательно все получится. Осы орайда мен де айтып кетсем болады ма? Менде де аннелдегідей оқиға болған негізінде. Универге келген кезде тоже ештеңе білмейсің ғой. Таңғы 8-де лекция басталады, күндізгі 2-3 дейін сабақ. Еще мен қаланың шетінде тұрамын. Сосын тоже ештеңе білмеймін, үйге барамын да бүкіл жерді ақтарамын, бүкіл интернет шарлаймын. Ізденемін ше, үйренуім керек, мен қайтсем де үйренуім керек C++ деп іздеймін, сөйтіп үй тапсырмасын бәрін түнгі 2-ге дейін примерін жасаймын. Еще таңғы 5:30-да тұрамын. 5:30-да тұрасың да сабаққа барасың, мә бірінші семестр бойы солай зомби сияқты жүрген шығармын буквально. Иә, бүкіл нәрсені істеп, ең соңында тоже қатты қорққан болатын, алгоритмизациядан өтпей қалам ба деп сессиядан, потому что біздің Ескендір ағай прям қиын болатын да, кәдімгідей күшті немерді. Ескендір ағай РФМШ-ның балаларын олимпиадаға дайындайтын ағай, информатикадан. Прям структура, поинтеры, linked list бәрі болатын да, мен содан қатты қорқамын, сессияда сондай болатын шығар деп. Бірақ ондай қатты күрделі сұрақтар болған жоқ. Мен де сол жерде бәрін тапсырдым да, тоже шығып амел құсап қуанып отырып кеткен болатын. Бірақ мен айтарым, егер де IT саласына универге түсетін болса, бәрібір де кішкене болсын основы программированияны біліп бару керек сияқты. Адам өзіне оңай болу үшін кішкене болсын. Негізі келісем. Бастап кету оңай болады да. Иә, енді тапсырып болғаннан кейін, егер енді түсетініңе былай кішкене балыңа қарап, сенімді болып жатсаң, онда кішкене болсын, 1 ай болсын оқып барған дұрыс сияқты, иә, жалпы мектеп оқушыларына. Чтобы не повторилась наша история. Ана жақта потеря болмай. Иә, сол үшін ол өте жақсы кеңес негізі. Жаңа мен анау ағылшын туралы нені айтқаным ше, содан бастап еді ғой. Ағылшын білу туралы анау КБТУ-да оқып жүрмін ғой, сосын таксиде отырмын да, содан кейін үлкен кісілер енді сұрайды ғой, қайда оқисың, анау сосын КБТУ-да анау Старый площадьтың алдындағы зданияда ма? Иә, деймін ғой. Сосын ол Қазақ-Британ университеті ғой дейді. Я сонда университет деймін. Сен ағылшын мұғалім болайын деп жатсың ба? Мен күлем. Анда не айтарым білмеймін ғой. Не үшін ағылшын мұғалім, не байланысы бар? Британ деген сөзге, яғни ағылшын мұғалім боласың ба деп. Сосын барып түсіндіріп айтып жатырмын да, жоқ, ағылшын мұғалім болмаймын. Барлық сабақтар ағылшын тілінде өтеді. Математиканы бәрін өтеміз, бірақ ағылшын тілінде өтеміз. Қазақ емес, орыс емес, деген сияқты. Содан шығып айтқаным ғой. Негізі андай да, осы жұмыста бір не байқайсыздар ма? Біз алдыңғы подкастта қыздармен айттық та, яғни IT-да жалпы қыздарда бөліп жарушылық, бір сондай нәрселер байқала ма деген сияқты. Вообще ұлдарда қалай IT-да бір өзіндік бір қиыншылықтары бола ма? Мысалы, білмеймін енді ол қиыншылық па жоқ па, бірақ мен көп байқадым, 30-дан асқан, 30-ға таяқпаған жалпы ұлдар өте көп, иә? Бойдақ балалар, IT-да бойдақ балалар көп. Подругалармен кездесе қалсам, сондай тема, айтишник бойдақтар көп па не дейді. Содан кейін, конечно, деймін, кажется, бір айтам, бірақ, олар без шансов, кажется, үйленгілері келмейтін сияқты, өзі не сияқты. Вообще қандай ұлдарға. Сен өзің IT-да жүріп өзің стереотип құрап жүрсің. Я сөйтіп жүрмін ғой. Хотя знаешь, что они все не такие деп. Менің ойымша, білмеймін даже. Потому что менің командамда 2 разработчик болған. Олардың жасы 30-ға да таямаған, үйренген балалар бар. Сондықтан білмейді екенмін разработчикларды. Просто мынандай да, анандай болады. айтишниктер енді, мне кажется, мынандай қыздар елестететін сияқты да, мынандай не романтик, не ухоженный, өздеріне қарамайды, қыздарға да дұрыстап көңіл бөлуді білмейді, күні түні задроты деп, очкиін тағып алып, толстовкасын киіп алып отыратын сияқты да. Да. Сол да бір кішкене әсер ете ма или? Өзім туралы айтатын болсам, мен күні-түні олай жабысып отырмаймын, если честно. Қыздар дейсің? Несе жоды ба? Күні-түні жабысып отырмаймын. Адам бәрібір миын тынық тұру керек қой, кішкене болсын. Сондықтан мен көбінесе қазір кітап оқығанды жақсы көретін болдым. Көптен
кәдімгі әдеби кітаптар көбірек оқығанды ұнатамын. Одан бөлек фильм немесе сериалдар көріп, достарыммен араласып деген сияқты сондай нәрселер істеймін. Яғни кәдімгі айтишник болсақ та кәдімгі адамбыз адам сияқты өмір сүреміз. Негізі бар ғой, көбісі сол ойлайды негізі айтишниктерді интроверт деп ше. Өзімен өзі жүреді, өзінің әлемінде жүреді деп сөйтіп ойлайды негізі. Но по идее, по сути, айтида енді көбінесе компьютердің алдында отырасың, сен соның алдында отырып жұмыс істейсің. И андайда негізі көбісінде аздан кешке дейін компьютердің алдында отырғандықтан дефицит общения пайда болады негізі. И поэтому наоборот сен да, мен даже өзімде де сондай чувство болады да, кейде көп отырып қалсам компьютердің алдында мен адамдармен почему-то сөйлескім келіп тұрады. Сондай ощущение пайда болады да. И мне кажется, наоборот, не думайте так, особенно девушки, деп айтишники, по идее, на самом деле, общительные люди. Реально олар қайта сөйлескісі келіп, олар андай ғой, көп мысалы басыңа көп знанияны жинай бересің, сен делиться еткің келеді ғой. Адамдармен сөйлескің келеді деген сияқты. Сол үшін, на самом деле, сол по идее, они наоборот общительные даже. Енді арасында бар шығар интроверттер, любой адам интроверт, экстраверт болып бөлінеді ғой. Бірақ в целом, они еще самые классные, у них чувство юмора күшті болады айтишниктерде. Мен де айтқым келіп отыр, тоже мен өзім интроверт болсам да, маған да сол сөйлесу жетіспейді да. Потому что жұмыста отырған кезде күні бойы енді компьютердің алдында отырасың, көп сөйлеспейсің, ішімен жұмыс істеп келесің да, үйге келіп үйдегілерге сөйлей беремін. Ішім пысқаған ба, жұмыста не істедің деп айтады да. Мен енді айтамын, күні бойы мен компьютердің алдында жабысып отырмын да, ешкіммен сөйлескен жоқ, мен үйге келіп бірдеңе айтуым керек деп сөйлей беремін. Бүкіл ішімдегі нәрсені айтып тастаймын да. Осы жерден бір есіме түсіп кетті мынандай. Есіме түсіп кетті дегенде өзіме де кәдімгі қызық болып қалды мынандай. Айтишниктер енді анандай ма? Жалпы дарынға сұрақ қой, бұл ұлсың ғой енді, айтида жұмыс жасайсың, былай қызды қараған кезде өзіңе ақылды қыздарды ғана деген фильтр бар ма сенде? Яғни өзіңмен общий, яғни программирование жағынан, басқа жағынан, математика жағынан әңгіме қозғай алатындай бір ақылды дегенде енді оқыған, тоқыған, техникалық білімі бар деген сияқты бір фильтр бола ма? Мен өзім туралы айтатын болсам, если честно, бәрібір де сол өзіңнің жаңағы мамандығының айналасындағы адамдарға ғана қарайсың да, қыздарға ғана. Бәрібір сөйлескен кезде общий языкты только сондай адамдармен ғана таба аласың да. Вообще басқа саладағы адамдармен кішкене болсын немен табу қиынға соғады. Общий тақырыптар. Сондықтан көбінесе сол технический мамандықтарға жақын адамдармен ғана, қыздармен ғана. Бірақ бәрібір енді ұлдардың природасы ұлдар. Сол қағыз тұрса, ина жақсы. Очкин сағып алып, толкасын кең болған айтишница тұрса, конечно же, дарын, Жарайды, дарынды ұялпай қойық. Енді таспапқа киіп, отырған жоқпыз ғой. Бұл да стереотип. Бұл туралы алдыңғы подкасттан көріп, просмотр көретіңіздер. Жарайды, негізі өте қызық болды. Маған өзіме өте ұнады. Өткен себебі енді ашылып, әңгімемізді айттық, стереотиптар туралы қалдырмадық ау, қалдырсақ астына жазып кетіңіздер, не қалып кеткенін келесіде талқылаймыз. WhatsApp пишите, спрашивайте. Қонақтарға да жазып сұрасаңыздар болады. Әрдайым негізі айтишниктар не емес қой, жадный емес қой, өзінің білімімен, білгенімен бөлісуге әрдайым асығып тұрамыз. Енді менің подкастымның ең соңында бір өзі рубрика бар. Сонда жаңағы ана интертоптың пакетінің ішінде тұр, ол емес. Неде, яғни сыйлағым келіп отыр. Интертопқа реклама болып кетті ойно. 2 кітап. Негізі не аларымды білмедім, шыны керек. Сол үшін ұзақ ойланып, жалпы кім анандай нені детектив, сондайларды жақсы көреді? Ешкім десеңдеші. Оқып көруге болады енді. Негізі, бір қызық айтайын, мен негізі вообще кітап оқығанды ұнатпайтын. Кітап дегенде математика деген кітаптарды оқи бересің ғой, мынандай кітаптарды оқуды ұнатпайтын. Бірақ маған подругам бір рет осындай детектив кітап сыйлады да, сосын мен содан бастап
менің любимый жанрым болып кетті. Мен кітап оқимын, бірақ тек қана детектив. Сосын Ого. ойладым, Новый факт иә, мүмкін қызық болатын шығар сендерге де. Ал екінші кітап ол қалай аз жұмыс жасап көп ақша табуға болады. 80-20 деген принцип бар ғой, иә, может естіген То, шығарсыздар. что да, всем нужно. Сол туралы. Жалпы енді өздерің бөліп аласыңдар, кезектесіп оқысаңдар да болады. Кезектесіп оқимыз. Ұнау сендерге. Ой, рахмет. Так. Жақсы. Ендеше келгендеріңе рахмет. Айтпақшы, бүгін бірінші рет қонақтар маған сыйлық алып келген ғой. Иә, мен біздің де саған сыйлығымыз бар. Приятно маған. Рахмет үлкен. Иә, рахмет. Өзіміз отырып, үйде шай ішетін Марси екен. Рахмет. Ендеше сау, сәлематта болыңыздар. Біз қоштаспаймыз. Келесі подкастты күтіңіздер. Бәрі берекелі болады. Иә, берекелі болады. Өзің береке банкына реклама дейсің. Берекеден депозит ашыңыздар. Айтып кетіп кредит алдыңыздар. 7 миллионға дейін кредит соларға деп. Мен өзім депозиттер командасында Руслан жұмыс істеймін. банкте кружкалар көп десе. Сол үшін депозит ашыңыздар. Все, подписываемся, ставим лайки. О, күшті, давайте.